Ал, Айсұлу әже, қалыңыз қалай, сіз қанша жастасыз айтыңызшы? Биыл мен 81-ге келемін, Құда қаласа. Осы декабрьде Алла жазса, мынау кремет фабрика компаниясында істеп жатырмын. Құдайға шүкір, қызым, балам, бәріміз осы арадамыз. Бәріңе жақсылық бола берсін. Осы компанияда өсіп өне беріңдер. Әмин, әмин, айтқан дейсің. 81 жасында прямой эфир түсіп отыр ғой әжеміз. Осы әжеміз сүйегі асыл ғой, алтын сүйегі асыл. Приморск жасап алдық. Өзің қайттансың? Мен Алматының ар жағында Жаркент деген қаладан. Қытайдың шекарасынан. Мен бұраға кірермем кірмеспем. Осыдан бір 6 ай бұрын онкология, мен өзім медицинада істеген. Пенсияға шыққаным қазір 30 жыл болды. 30 жылдан бері сол мен онкология больницаға бармаппын. Соны осы 6 ай бұрын бір жолым түсіп онкологияға барсам, енді сұрадағы жағдайды көріп жүрегім ауырып өткен